Сәлеметсің бе, Әли? Қазір математика сабағы, бүгінгі тақырып 19 және 20 сандары. 19 және 20 сандары. Шотқа 19 және 20 болатын сандарын білдіретін тастардың суретін сал. Мысалы, 19 санын алайық. 19 шотқа 19 санын белгілеу үшін біз бір ондық және 9 бірлікті аламыз, яғни бір дөңгелекті аламыз да, жанына тағы да 9 фигура саламыз. Ал енді 20 санын белгілегенде біз білеміз 20 санында 2 ондық бар. Яғни 2 фигура белгілейміз, міне мына суреттегідей. Бірінші 19, бір сызықша және 9 сызықша, ол яғни көк сызықша ол бір ондықты білдіріп тұр, және қызғылт түсті сызықшалар ол бірліктерді білдіріп тұр. Енді 20 санында 2 көк дөңгелек бұл 2 ондықты білдіріп тұр. Өйткені 20 санында 2 ондық бар. Енді жолға 19 және 20 сандарын әдемілеп тұрып жазып шығамыз. Келесі тапсырма 18-ші тапсырма. Керекті сандарды жаз. 19 ол яғни 1 ондық және 9 бірлікті білдіріп тұр. Енді 20 саны бұл 2 ондықты білдіреді. Арман қаратай. 18 саны ол 1 ондық және 8 бірлікті білдіреді. 10 қосылған 8 болады. Жауабын жазасын. Келесі тапсырмаларды 2 тапсырманы өзін орындайсың. 19-шы жаттығуға қарайық. Қажетті таңбаны таңда және қой. Қара, мына жерде 10 және 9 тең болады 19 дейді. Ортасына қандай таңбаны қоямыз? Қосу немесе азайту? Әрине қосуды қоямыз. 10 қосу 9 тең болады 19. Жақсы. Келесі астындағы 18 және 1 тең болады 19 дейді. Ортасына қандай таңба қоямыз? Әрине қосуды қоямыз. Енді келесі 10 және 10 тең болады 0 дейді. Ортасына қандай таңба қоямыз? Әрине азайтуды қоямыз. Өйткені мұнда 0 болып азайып тұр. Енді келесі 19 және 1 тең 18 дейді. Азайып тұр мәні, яғни ортасына азайту амалын қоямыз. Келесі 10 мен 10 және тең 20 болады дейді. Бізде санымыз көбейіп тұр, демек біз онда қосу амалын қояды екенбіз. 19 және 1 тең болады 20 дейді. Көбейіп тұр, яғни демек біз о жерге қосу амалын қоямыз. Таңбасын қоямыз. Сабағымыз аяқталды. 19 және 20 сандарын білдік. Келесі сабақта кездескенше сау бол.